Қазір өздеріңіз қараңыздар, мысалы жер бетінде адамзат не жинады? Технология, керемет технологиялар дамып жатыр, техникалар дамып жатыр. Жыл сайын телефондардың жаңа үлгісі шығады, көліктердің жаңа үлгісі шығады. Жердің астында үстінде неше түрлі пайдалы қазбалар шығып жатыр. Бір ел бір елден озып жатыр. Небір нәрселер жиналмады. Сол күллі жиған нәрселер қияметке дейін әлі бұдан да керемет нәрселер ойлап шығару мүмкін адамдар. Алайда ол нәрселердің күллісінен Құран хайырлы дейді. Қараңыз. Сондықтан да сіз мысалы жаңағындай бір нәрсені ойлап шығаратын болсаңыз, осы елде жүріп, жақсы болар еді егер шығарсаңыз. Бірақ сіз оны шығарған кезде Құран үйреткендіктен сіз мойындайсыз. Бұл Алланың берген кеңшілігі сізге. Сен мақтанатын нәрсе жоқ. Құр сені таңдады. Саған керекті қабілеттер берді, сіз жаңағындай бір нәрсені ойлап шығарыңыз. Міне соған шүкірлік етінде оны халықтың пайдасы үшін жібересіз, оның бағасын көтермейсіз. Бұны идеология дейді, ақида дейді бұны, Құран дейді бұны. Ал егер де оны ақшасын көтеріп сатсаңыз, сізден түк пайда жоқ, сіз нарықсыз құр, болды. Шетелдің стандартымен жасалған нарық сізді билеп тұрған. Бар пайдаңыз тек дүние. Ондай адам керегі жоқ. Күллі шығарып жатқан нәрселер сондай. Сіз бір жерде хирург болсаңыз, керемет жаңағындай ота жасаудың тілін меңгерсеңіз, қазір әрбір салада керек. Сосын ақшасы бар адам келе ма сізге, ақшасы жоқ адам келе ма, бәріне бірдей жасайсың. Бірдей мәміледе. Міне идеология, міне ақида. Мейлі мұсылманның бетіне болсын, өзіңнің елдегі жаңағы қазағыңа болсын, осыны Құран дейді. Құран хайырлы деп тұрған осы. Құранды түсінсең, сенен тек пайда дариды адамдарға. Ал әйтпесе сенің хирургта жаңағы ақшасы барға жасап, ақшасы жоққа жасамай отқан. Ол не керек ол? Ол не керек? Тіпті кешегі Сүлеймен пайғамбардың хұзырында анау Саба мемлекетінің тағы қас қағым сәтте әпкеліп алдына қойылғанда, ол соны келтірген жаңағы өзіне ғылым берілген адамның артынан қаққан жоқ. Ол оны көрсеткен де жоқ халыққа. Халықтың назары бәрі сол жаққа қарай кетіп бара жатыр еді. Сүлеймен не деді? Хаза мин фадли робби. Бұл Раббымның кеңшілігінен келген тақ. Құран алар сыналды берген қабілеттерімен. Раббым мені қазір сынағалы тұр дейді. Қандай сөз айтам мен қазір сендердің алдында? Алладан басқа ешкімді мақтамайым дейді. Ешкімге орден тақпайым дейді. Несі орден тағылмаудың өзі ақида. Ол мықты идеология. Құран хайырлы. Адамзат көрген жоқ әлі бұндай мінезді. Соны көрсете алмай жатырмыз біз. Қай салада жүрсең деді. Саудагер болсаң да, зекетің уақытысында беріледі, садақаң беріледі. Міне, Алла жетеді сізге есепші ретінде. Олардың жиған нәрселері не? Сол технология, жаңағыдай техника, әртүрлі дүниенің жалтырлары, бүкіл нәрселері. Сіз соған Мұхаммед пайғамбардың үмбеті соған қызығатын болса, сіздің де қолыңыздан келеді, егер шұқылай беретін болсаң, сен де шығарасың ол нәрсені. Бірақ басылып қалған бір мінез бар да. Менің қолымнан түк келмейді, біздің қолдан түк келмейді деген. Пайғамбарымыз салсам айтқандай, қайсы бір адам келіп, мына халық құрыды, мына халықтың қолынан түк келмейді деген сөзді айтатын болса дейді, сол адам ең бірінші құраған адам дейді. Сондықтан Құран алға сүйрететін нәрсе. Көрмедіңіз бе пайғамбарымыз салсам қандай қиыншылықтардан өтті? Алды белгісіз не болайын деп тұрғаны меккелік кезең. Мүлде белгісіз. Сахабаларды қинап жатыр, азаптап жатыр, пайғамбарымызды қуып шығарайын деп жатыр, біреулер өлтіргісі келіп жатыр, қамап қойын деп жатыр, белгісіз, бірақ Алла алға сүйретеді. Сабыр ет, бәрі жақсы болады деген сөз. Құран күллі олардың жиған нәрселерінен хайырлы. Қазір олимпиада деген нәрселерде де қаншама адамдар жеңіс тұтып келеді, біреу бір елге барып жеңіс тұтып келеді, бірақ одан идеологияға, ақидаға, үмбеттің болашағына не пайда? Біз әйтеуір ел мақтанған нәрсеге қарай мақтанып, қол шапалақтаған нәрсеге қарай қол шапалақтай беретін болсаң, сен бәрібір ұтқан түгің жоқ қой. Мысалы, ондай бір әркімді жауырына жығып атқан бір адамның қасында қаншама сахабалар жиналып тұрып қалған кез болған.
Біреу күресіп күлісін жығып жатыр енді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы ақиданың салмағын түсіндіріп отыр ғой. Мұсылманның пікірі қандай болу керек. Пайғамбарымыз сөзден өтіп бара жатқан кезде жаңағы сахабалар ана тақырыпқа кіріп кеткен. Тіпті пайғамбарымыздың өзін, Алланың елшісі, қараңызшы мынау түгелін жығып жатыр, Алланың елшісі деп, сол кісіні де тартпақшы тақырыпқа. Сонда ақиданың иесі не деді? Лайса шадиду бис-сурағати. Менің үмбетімде күшті адам ол әркімді жауырынға жыққан адам емес дейді. Болды тақырып. Құлады тақырып. Иннама шадиду мен малака нафсаху индал ғадаби. Кімде-кім ашу үстінде өзін ұстай алса, жымиған түрін сақтай алса, кеңшілік жасай алса, сол күшті дейді менің үмбетімде. Міне, тақырыптар ауысып кеткен. Сондықтан да әр жерде жиналған кезінде де бір көліктің қасында жиналып қалсаң, бір телефонның қасында жиналып қалсаң, бір ана нәрсенің қасында жиналып қалсаң, сол нәрсені сөйлеп тұратын болсаңыз, сізде жоқ ақида. Сізде мына Құранмен байланысқан өмір жоқ. Сіз болмайтын нәрселерді сөйлеп тұрсыз. Бос нәрселерді. Ол бір құрал еді. Сізге пайдасы тиер ме деп жаралған. Ол құрал сізде әңгіме болып жатыр. Сондықтан адам өзін өзі түсіріп отыр жаңағы дүниелердің алдында. Түсірме өзіңді ол нәрселердің алдында. Сен қымбатсың. Сен қымбат болғаннан кейін Алла Тағала осы Құранды өзінің кеңшілігімен, рахымымен түсіріп тұр. Құлап кетпесін мынау адам, дүниенің құлы болып кетпесін деп, биік деңгейге көтермекші да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдардың, күллі пайғамбарлардың өміріне қараңызшы, халқын тура жолға шақырған кезде. Мен сендерден ешқандай сый ақы сұрамаймын. Қарасаңшы қандай керемет. Бір тиын-кері жоқ сендерге мен. Қайта менде болса олжадан, мен бәріңе тарата саламын. Кейбір өзімді түсінетін адамдарды айтпағанда, түсінетіндерге бермеймін бір тиын. Өйткені ол ақырет оның қалағаны. Ал түсінбей, әлі ненің не екенін, ақырет пен дүниенің арасын салыстырып жаңағы құнын таппай жүрген адам оларға алдап беріп тұрам, кішкене күшейгенге дейін дегендей. Бір тиын сұрамайды. Осындай бір тиын сұрамайтын хирург керек бізге. Ешкімден ешқандай рахмет деген сөз іздемейтін саудагерлер керек. Өз баласыма мектептегі баланы оқытатын мұғалімдер керек. Мұғаліммен тек қана жаңағындай бір сабағын өткізіп шығып кететін емес. Оның жан дүниесін зерттейтін, оның жағдайына қарайласатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сияқты тәрбиешілер керек. Пәленшені көрмей қалдым ғой, жағдайы жақсы ма, қайда жүр деп сұрайтындай деген мысал. Сонымен өседі. Сондықтан бұл дүниеде қандай нәрселер дамып жатса да, ол Мұхаммед пайғамбардың үмбеті қызығатын нәрсе емес ол. Бірақ Алла Тағала сіздің қолыңыз арқылы бірдеңкені жасағысы келсе, сондай шығарғысы келсе, біліңіз. Оны нарық үшін істемеңіз. Өзіңді таныту үшін істемеңіз оны. Алланы паш етіп көрсетіңіз. Раббым маған кеңшілігімен осындай нәрсені үйретті. Міне мен жасадым. Міне, халқым пайдалансын дегендей нәрсе. Сондықтан да Құран күллі жер бетіндегі адамзат жинаған нәрселерден хайырлы. Міне осы Құранның мінезіне, осы Құранның сенімін ұстанатын болсақ, мінезін, ғибадатын, мәмілесін жасайтын болсақ, сізге жететін адам жоқ жердің бетінде. Есіңізде болсын. Мұхаммед пайғамбардың үмбеті өзінің еңсесін осындай дәрежеде, өзінің беделін осылай көтеру керек қоғамда.